Сәлем достар, бүгін біз брынза қосылған салат жасаймыз. Ол үшін бізге 3 помидорды 8 бөлікке бөліп турап алу қажет. Петрушканы ұсақтап турап аламыз. Соус жасаймыз, ол үшін бізге паприка, базилик және зәйтүн майы қажет. Дайын болған соусымызды помидормен бірге араластырамыз. 2 ас қасық соевый соус қосамыз. Тағы да араластырамыз. Брынзаны ұсақтап тураймыз. Тәрелкеге брынзаны әдемілеп саламыз. Үстіне соус қосылған помидорымызды араластырамыз. Петрушканы себеміз. Барлығын бірге тағы да араластырып шығамыз. Мінекей біздің салатымыз дайын, ас болсын.